Бисмиллахиррахманиррахим. Қайырлы күн болсын, Қонысбай аға, армысыз халқым. Бүгінгі таңда осы әдейі Қонысбай атамызға келіп, сөйтіп басымды үйіп, сәлемімді салып, беріп сұхбат шығарайын деген мағамен. Негізі сондай ойымда жүретін. Ағаны сөйлету керек деп сөйтіп, жақында сіз Марон тәтемен бір жақында сұхбат шығардыңыз. Өте қатты ұнады маған, сөйлегеніңіз қатты ұнады. Бұрынғы сіз деген танимын ғой, қашынан бері бірге жүреміз, талай бірге зираттап та жүргенбіз, баталарға да, шырақта да жиналған кезде де. Бұрынғы Қонысбай ағамен қазіргі Қонысбай ағамыз үлкен айырмашылық бар сияқты деп ойлаймын. Соны неден де көрдім, бір апай, Гүлсім апай деп сол жазған, сөйтіп, бұрын мен сізді көрген кезде мен ойлайтын, осы жолда мұны аға жүре алмайды, алып шыға алмайды деп ойлайтын деп. Қазір сіз қуанып жатыр да адамдар, қатты өзгергеніңізге сөйтіп көріп, көздері жетіп жатыр да сөйтіп. Бірақ енді осы жағынан айтайық, мысалы сіз өзгерістер бар, жақсылыққа әрине. Бірақ өзіңізге көңіл тола ма сөйтіп, осы өзгерістерге қаншалықсыз? Өзгерістер өте көп. Мен кешегі 45-ке дейін, ары 40-45-ке дейін кешегі балалық шақпына кетті біздіңкі. Өзде жындылық та болды, басқа ерсі тірліктер де болды, қисық тірліктер де болды, қисық әңгімелер де болды. Мен сол 45-тен бері қарай емшілікке мен Алла бұрды. Содан бері қарай бұрынғы ар жақтағы нәрсенің, ар жақтағы мінездің өзгермейді. Адамдар айтады, менің мінезім осындай, мінез өзгермейді. Мінез өзгереді, жадем өзгереді деген. Менің мінезім мінез емес еді, адамға лайықты мінез емес еді, ыңғайсыз мінез еді. Айта беретін ек барлық нәрсені. Біз соның бәрінен тыйылдық, осы емшілікті бастағаннан кейін. Басқа Қонысбай бола бастадық. Басқа тәрбие көрдік, басқа ой сана келді, кітаптарды оқыдық, діни кітаптарды мен көп оқыдым. Содан алған жаңағы ғибраттарымыз қалды, сөйтіп өзгердік. Мінез өзгермейді деген жөн бекер әшейін желеуген өзгеріп кетеді екен. Содан кешегі 1-22-ке шейін жүрдік қой енді. 21-де мен келдім берге. 21-ге дейін емшілік қып жүрдім да, бір күн жаңа телефоннан көріп, осы Тоқбергеннің сұхбаттарын көріп, сол 21-де осын мен барып көрейінші. Мынау әңгімелер жоқ, ұнады, көкірегіме құйылды. Соны тастадым да, мен өшерге баламыз екеуміз келіп, Нұрғисаға жолығып бірінші. Әңгіме қылып, қабылдады, кітап берді, мына Құран кітапты оқыңыз, сосын 4-5 рет оқыңыз, содан қамшы бастаймыз деп өзінің барлық нелерін көрсетті. Осы ата жолына қалай келу керек, не істеу керек, өзінің сұхбаттарын айтып, өзінің заңдылықтарын айтып, өзінің жолдарын айтып, мен соған мақұл болдым да, сол кітапты біраз оқыдым. Содан бір күні қамшыға шақырды. Қамшыда кәдімгідеп болшылай, бұлай ентігіп, қызыққам жоқ, келдім енді, Аллаға тәуекел ет, мақұл деді қой деп. Бірінші қамшыны мен Талғаттан алдым. Талғаттан алдым, кеп бір жөшірді алдық, ұрды. Бірінші күні кетті, екінші күні кетті. Үшінші күні маған әсер етті. Үшінші күні үлкен өзгеріс болды менде. Бұл қамшы деген рахат екен ғой дедім, сонда барып. 3 күнге шейін мен оның рахат екенін білмедім. 3-ші күннен кейін бар мен оның рахатын білдім. Бірақ ешкімге айтқаным жоқ, өзім ішімде бәрі. Сөйтіп 14 күн алып болып кеттік қой. Сонда мен үлкен өзгеріске душар болдым. Бірінші қамшыда.
ойпыр-ай, мына қамшы деген өте бір жақсы нәрсе екен ғой. Енді бойда кімде болса да қарауық болады ғой. Бұл бұрын бізде ондай қамшамағамыз қарауық көбірек болған болса керек. Солар шыққан болса керек. Маған ұнады. Талғаттың қамшысы қатты ұнады. Одан өзімнің өзгерістерімді үйде де байқап жүрмін. Өзге мына қандай өзгерістер, оны адам өзім байқайды ғой. Сонда әдемі, жақсы өзгерістер болды. Айта беретін нәрселер, айтпайтын нәрселерден де. Ойпыр-ай, мынау жақсы нәрсе екен ғой, бұл қамшы екен деп. Кейін тағы алдық қамшыны, 3 рет алдым мен. Нұрғисадан алдым, Аманбайдан алдым. Жақсы. Қамшыдан өте үлкен өзгерістер болды. Содан кейін мені жұмыс істеу деген әңгіме шығып қалды. Ананы істеу керек, мынаны істеу керек. Енді шылы бітіп кіріп кеткенім жоқ, әйтеуір жеңіл-желпі істеп жүрдім. Өйткені көкірегім жібермейді. Иә. Жасым үлкен ғой, маған не қылады жұмыс, не керегі бар деген ой келеді адамға. Сөйтіп істеп жүрдім, әйтеуір селқос болып істеп жүрдім. Бір құлшыны, бір істейін деп. Оның жұмыстың қадірі мен әбден кейін білдім, кеш білдім. Осы биыл білдім. Ойбай, еңбек ету керек екен ғой. Еңбек етпесең оған жете алмайды екенсің ғой деген ой келді мында. Сүнің көйім бар, мен істей бастадым. Бұрын қалай болса солай еңбек ет деген, ай жұмыс істе дегендер жақтырмай сөйтіп жүретінмін. Жоқ, кейін өзім түсіндім. Бұл еңбекпен келеді екен ғой барлық нәрсе. Өйткені батада да айтты маған, еңбек ету керек деп. Күш қайрат берді. Жамбыл Жакем келді, мен жасымды бердім саған, еңбек ет деді. Ойпыр-ай дедім де, сонда да шыли кіріскем жоқ, кейін кірістім, кеш кірістім. Түсіндім, ештен кеш жақсы деп, оғанда түсіндім, ол еңбек етпесең ештеңкеге жете алмайды екенсің. Енді ода сөйтіп жүріп осы ордаға келдік. Осы ордада отырмыз, енді шырақшы болып. Өшел қамшыны бастап атырмын, ерді қар көріп атырмын. Әйтеуір шамамның келгенінше тіршілік істеп атырмын. Жақсы, жаман емес, өте жақсы. Өзгерістер көп. Шүкір. Жақсы нәрселер көп. Мүсін көміне қол алысу деген жаңа айтып кеттің ғой сен. Маған бір күні батада келді, сіз ешкімнің қолын алмаңыз, қолыңыз таза ұстаңыз деді. Ойпыр-ай дедім. Тоқберген айтты, маған да келген, мен ешкімнің қолын алмаймын деді. Дедім, алмау керек ғой, сөйтіп алмай жүрдім, сол білегім берем, бүйтіп берем, әйтеуір қолбақ киіп аламын, әрекет қып. Үлкен балам келіп қалды, оғанда жағы қолымды бермей былай бердім де. Түсінбеді, ол қапа болып, менің қолымды алмады әкем деген әңгімелер болды. Содан оны түсінбеді ғой да. Мен өзім зорға түсініп атқанда ол қаяқтан түсінсін. Кейін айттым, ол болмайды екен. Сен оны қапа болсаң әні, болмасаң әні, бірақ мен қол алмайды екен енді деп қолын өнген алмай қойдым. Сол алмадым, алмай кеттім, ешкімнің қолын алмаймын. Қолды сақтап жүрмін қазір. Оның да үлкен өзінің мәні бар. Әрбір нәрсенің бүйірде артын ойласаң, әрбір сөздің, әрбір тірліктің өзінің артында үлкен дәреже тұр. Оны біз білмейді екенбіз. Біз алғаш келгенде мен мұндаға шейін кешеге дейін көп біле бермедім. Соған кіру керек екен. Сонда адам түсінеді екен. Соған тереңдеу кірсе, не құрып ынтаменен, өзінің жүрегіңменен беріліп кірсең, соғұрлым рахат екен. Мен соны кейін кеш түсіндім. Кеш болса енді Аллаға шүкір, онда бұяғында әйтеуір әрекет қылып жатырмыз, шамамыздың келгенінше жақсы болар бәрі. Шүкір берсін сізге, айтпатсыз ғой, Жамбыл атамыз да жасынды сыйлап жатыр да сізге, өте керемет, қабыл болсын. Мен осы қол алысу туралы айтқым келеді да, осы анама айтам да, енді мен де қолымды бермеймін ғой, амандаспаймын ғой. Сонда анам айтам, негізі ондай бұрын болмаған ғой.
мейлі ана кинодан да көреміз ғой мысалы ана сондай жоқ жастар болса бастан үйіп сөйтіп ана үйіліп сәлем салады жүзелерін үйіп сөйтіп үлкендер сөйтіп көкектерімен сөйтіп нетеді бірақ ана құшақтап бүйтіп нетпейді ғой дейді. Иә дейді, сол мені әжем де сөйтіп айтатын, бұрын ондай болған жоқ деп, қол алысу дейтін болған жоқ деп. Қол алысу, сәлемдесу, мына әйел баласының қолын ер адам алу мүмкін емес, керек емес, алуға рұқсат жоқ. Олар мана саламатсыз, саламатпыз. Ер адамға да ассалаумағалейкум, болмаса жаңағы армысыз. Ал жаныңыз аман ба дегенменен көкіректі ұрып, еңкейіп, кіші үлкен болса, сөйтіп кете беру керек. Сол бұның бәрін өшерге келіп үйреніп біліп жатырмыз жоқ. Біздің ата бабамыз, біз ар жақты тексермегенбіз де, біз жеті атамыздың не істегенін, қалай жүргенін біз соны тексермегенбіз. Егер соны тексерген болсақ, біз жаңағын сұрамас едік. Неге қол алуға болмайды, неге құшақтасуға болмайды. Бұрынғылар қол алмаған, көкірегін ұрып еңкейіп, сондай сәлемменен кеткен. Оның бәрін кейін біліп жатырмыз. Жалпы қазір мына жастарымызда бірінің қатынын бірі құшақтап сүйіп атады. Бұның бәрі жын-жыпыр. Мен жын-жыпыр деймін бұлар. Кімді сүюге болады? Өзің қызың болса, өз адам әйелің болса мақұл сүйіп, бір ұзақтан келгенде көріссең мақұл. Ал жалпы бұлай бас салып сүйу, көрісу ол тура емес. Кімге болса, бұл қазақи жолда тура емес. Сәлеміңді ал, әбжәсінше құшақтасып сүйіспесең болмай ма? Қазір итше жаласып атады, жастарын, қазіргі жастар итше жаласып атады. Ит деймін де қоям мен, бұл басқа оны кімге айтып, кімге түсіндіре бересің оны? Дұрысын дұрыс деп жатыр ғой қазір. Қазір сол ана масондық жүйе деп айтамыз ғой сол. Не дұрыс қазір уақытта бәрі бұрыс болып кетті. Бұрыс зат енді бәрі дұрыс болып кетті қазір. Адамға оны несіне құлақтарына құйып ана қанға сіңіп кеткен ғой негізі. Мысалы жандар көрмегендер қабылдайды, мысалы киімімізді қабылдайды, сөзімізді қабылдайды, мысалы кейбір адамдар тіпті қабылдамайды, жүректері жауып қалған. Көп адам қазір қабылдамайды. Өйткені біз Европаға еліктеп кеттік те, сонымен кетіп қалдық. Бұл жаңа заман, ол ескі заман біз жаңағы деп бөледі. Ондай еместің біреу-ақ. Жоба біреу-ақ. Қазақтың жол жобасы таралғысы біреу-ақ. Ол әркім жанынан шығарып алатын, басқа қылатын жол жобай жоқ. Бір ғана жоба. Соны қазақ болып мойындау керек. Тақуалықты мойындау керек қазақ. Мына жалаң бас жүруді мойындау керек, жүрмеу керек, соны киіну керек. Киімді мойындамай қазақ бола алмаймыз. Бұны енді қатты айтсақ кешірсін ғане, ол мәжбүр болып киесің енді. Ауырасың, енді өлесің деп айтпай қойып, біз құдай емеспіз, қиналасың, мәжбүр болып киесіңдер. Одан көрі өз еріктеріңменен әдемі күліп ойнап жүргенде жастар болсын, үлкендер болсын, киіп алса қандай рахат. Қазақтың қазақи дәстүрін біз қолға алмай қазақ бола алмаймыз. Қазақтың тілі болу керек, дәстүрі болу керек, тақуалық киімі болу керек. Біз осыны істемей, осыны қолға алмай, біз қазақ бола алмаймыз. Оны құлақтарыңа құйып мына жастар әсіресе бас салып біреудің қатын сүю дегенді қойыңдар. Сәлем жұқа ғана жеңіл амандасып кете беріңіздер. Сіздерден өтініш, сендерге ақыл, үлкендік ақыл, осыны тыңдаңыздар, осы жолға түсіңіздер бәріңіз. Таза қазақ болыңыздаршы. Таза қазақ. Кешегі жеті атаң қайтып жүрді, соны ешбір жаңалық ашпай қойыңдар сендер. Ата бабаңның жүрген жолымен жүрші, қазақтың жолымен жүрші. Қазақ өзі бір-ақ халық. Қазақтан басқа адамда жеті ата деген жоқ, тазалық жоқ. Жеті атаға деген қыз алыспаймыз деген осы қазақта ғана. Басқа халықта жоқ. Кімде бар айташы? Ешкімде жоқ. Міне тазалық, тура жол. Біздің жүретін жолымыз осы. Алла Құранда да айтып кеткен бұны. Барлық жерде осы бар.
Сіздер жаңағы масқапқа еріп, масқап араб қылып, араб болып жүре алмайсыңдар, араб бола алмайсыңдар. Араб бізден төменгі халық, араб деген. Біз ұлы халықпыз. Қазақ деген ұлы халық, сол ұлы халыққа лайықты болайық, айналайын жастар. Сендер жөн жобаға, айтқан ақылға құлақ асып, беріп тыңдаңыздар. Осыны істеңіздер, қазақи тірлік істеңіздер, сіздерге ешкім бәлен дүген деп айта алмайды. Жолың ашық болады, аурудан аулақ боласың, киініп жүрсең. Жын шпыр мойныңа леспейді, бойыңа леспейді. Бұл шапан деген қорған, қазақтың қорғаны. Жаман нәрсені шапан жібермейді. Мынаның әрбір оюының өзінің тағдыры бар. Бұл көз тілден басқадан сақтап тұрады. Сол үшін қазақи дәстүрді қолға алайық. Сонда ғана біз қазақ бола аламыз. Әйтпесе біз құрып кетудің алдында тұрмыз. Соны еске алыңыздар. Мына ел басынан бастап барлығыңыз бас киім киіңіздер. Бас киімсіз айтқан әңгіме пәтуасыз. Бас киімсіз шығарған пәтуа емес. Бұның бәрі құр әңгіме, жын шыпырдың әңгімесі оның бәрі. Киімсіз әңгіме емес. Киініп, аяқ қолдарыңды жауып, бастарыңды жауып, Құранда да айтады, Алладан ұялыңдар, бастарыңды жауыңдар дейді. Енді Құраннан үлкен ешқандай сабақ жоқ қой, ең үлкен сабақ Құран. Құранның айтқанын істесеңдер, жандарым-ау, сонда жақсы адам боласыңдар. Дұрыс айтасыз, аттаған. Дұрыс, келсем. Жақында осы бір ер адам шығып жатыр ғой, сұңқар екен ғой негізі. Соны теріс жағын айтып отыр да, бас киім несіне керек дегенде, ол тіпті төмен дәрежедегі сұңқарлар ғой, сөйтіп өздерінің сұңқарлықтарын сөйтіп жойып жатқандар. Енді сондайлар көбейеді деп айтып жатыр ғой, бұрыннан да айтылды. Ол шығады, көбейеді, өзінен өз құриды ол. Ұзаққа бармайды ол. Өздерін орғатасы. Өздеріне шұқанақ қазып алса, соған барып түседі, ол құриды оның бәрі. Оның бәрі ұзаққа бармайды. Дұрыс айтасыз. Енді Құдай саналарын ашсын да, иман берсін. Мұна осы аға, сіз жасыңыз нешеде? 74-тен 75-ке кетіп жатырмын. Ұзақ өмір жасаңыз. Міне қажылыққа баратын уақытыңыз келді ғой негізі, иә? Мысалы, сіз қажылыққа бармаған адамсыз, иә? Барған жоқсыз. Мен осы алдыңғы жылы былтыр маған көп әрекет қылды, мені қажылыққа жібермекші болып балам. Балдарыңызы, ақшасын беріп, мен содан бармаймын деді. Мен бармаймын қажылыққа, мен бармаймын. Менің қажылығым осы Қазақстанда. Өшерде қажылық болады. Мен өшерден Алла нәсіп етсе, өшерден қажылықты қабылдаймын дедім. Сөйтіп, мен балама солай жауап бердім. Мен бара алмаймын, сен ренжіме. Өзі барып келді. Үлкен екі балам бар еді, екеуі барып келді. Кіші қажылыққа барып келді деді. Қабыл болсын дедім, мен оларға шылай бір ынталы болғам жоқ, қабыл болсын ниеттерің дедім де қойдым. Ол қажылыққа мен Құда қаласа, Алла нәсіп етсе, осы Қазақстанда қажылықты бастаймын. Қажылыққа барудың жол жобасы біреу 20 рет бардым, біреу 30 рет бардым деп атады. Міне анық, енді адасқандар деп соларды айтса болады. Не бар 20 рет, 30 рет бар, 100 рет барсаң да Алла қабылдамаса қабылдамайды. Бір рет барсаң қабылдап кетсе қабылдайды. Не керегі бар 20 рет, рас қой, оның бәрі мақтаншылық. Қажылыққа барып келеді, елге келгеннен кейін арағын ішіп жүреді. Жалаң аяқ жалаң болса, ода не қажылық болды, оны не түсінбеймін мен, бұл ақылым жете бермейді оның бәріне. Бардың ба қажылыққа? Қажының барып келгеннен кейін соның өзінің жол жобасымен жүргін. Ол жол жобасымен жүремейтін болса, оны барып әуре болмай-ақ қой. Ой, бір әдеме сөйлеп атады, ондайда, мұндайды. Оның бәрі жалған, мына сайтанның тірлігі. Барып, таза қайт, киініп барып, алдымен Алланы танып, қажылыққа барып. Бұл Алланы танымайды, пайғамбарды танымайды, мен қажылыққа кеттім, барып келеді.
ой зор екен, бұндай екен, ондай екен мақтап келеді. Оның зор екенін Алла қабылдаса зор боласың, қабылдамаса айтып қор боласың, қабылдамаса. Соны оны ойланып жатқан ешкім жоқ, әйтеуір бару керек. Барғанның бәрі қажы бола бермейді. Соның ішінен бір адам, екі адам қажылықты Алла қабыл етсе, ниеттері қабыл болсын бәрінің. Соның үлкен дәреже, ол қажылық оңай нәрсе емес, ол ермек емес, үйдің басына барып қайтып келе беремін дейтін. Қажылықты түсіне білу керек. Оның өзінің парыздары бар, өзінің жолдары бар. Әрбір нәрсенің жол жобасы бар. Сол жол жобасымен істесе, онда адам шаршамайды, жақсы барады, Алла қабылдайды. Бұл жол жоба жоқ, бұларды ұрып айдай береді. Жастарға не жоқ қазір қажылық? Түсіне бермеймін енді оларды. Мен шаштараз болып жүрген кезде мен бір неме келіп тұратын бір жігіт болатын. Сол айтады, менің нем дейді, нағашы апам бар дейді. Ол сондай мықты, ол сондай Құдайға бет бұрған дейді. 34 рет барды дейді ол қажылыққа. Сол мен шалқасына қоқылау жазадым ғой. 34 рет қажылыққа. Сонда жалғыз баласы бар екен, сол баласы арақ ішіп, сөйтіп арақтан сөйтіп сөз марумасын сөйтіп кеткен. Сен қажылыққа барасың, қаншама сен шығын жасайсың, сен нетесің, сол кезде мен әлі намазды дейтін сондай білмеймін сол. Бірақ мен өте жүрегіме жақпады да сол ана, ұнамады сол әңгіме. Несіне барады ол адамдар? Нені іздейді? Сені мына жақта балаң түзелмейтін болса, Құдайдың қолынан келмейтін болса, онда сен неге барасың? Сосын бірінен осыда шаш келіп келетін әйел адам, сол бір рет сөйтіп сұраған аяқ астынан, осы сен қажылыққа барғың келе ма дегенде, мен көзіме жас шығып кетті. Мен қажылыққа, мен намаз оқысам, енді қажылыққа бару керек па деп сөйтіп, мен қажылыққа баруға қандай бетім бар мен сол баруға деп сөйтіп, сол көзіме жас шықты да, сен не деп тұрсың деп сөйтіп. Енді аған бір неңізде сұхбатында айтып жатыр ғой, жасы келу керек, оны енді толық соны, мысалы сіздің жасыңыз келгенімен сіз осыған асығып жатқан жоқсыз, бармайым деп жатсыз. Мүмкін ол баратын да шығарсыз, Құдай біледі, жасыңыз енді ұзартып жатыр ғой Алла тағала. Жігіттікке жету керек деп жатыр қазір сізге. Соны Алла Құдай сізге күш қуат беріп нәсіп еткей, енді ертең шақырады деп жатыр бізді. Шақырғанда неге бармасқа, мысалы Алла біледі. Енді мысалы қазір тағы да осы жайлы қажылық туралы айтайын деген, біздің Құнанбай атамыз қажылық жасаған, барған, қажы. Шәкәрім атамыз қажылыққа барған. Бірақ өнегелі сондай әлемге танымал Абай атамыз қажылыққа бармаған. Соны біз соншалық имамдар осы не тек ана мешітке барсаң қажылық деп айтады дейді ғой. Қаншалық жастарымызды сөйтіп бәрі қажылыққа базарға барғандай барып келіп жатыр ғой, Алла ақырын берсін оны. Мейлі қабыл болсын барғандары. Бірақ енді жөн жобасымен барса жарақатта. Жөнсіз шаба беру деген мен тура қабылдамаймын оны. Жөнімен болу керек әр нәрсе. Сонда жақсы болады, сонда қиналмайды. Ал қажылыққа барып келдің, сен қажылығың қабыл болса, сен келгеннен кейін неге ауырасың? Неге ауырасың? Неге сенің ағайындарың ауырады? Неге өзің ауырасың? Ал қажылығың қабыл. Қажыға барып қажылық қабыл болған адам ауырмайды. Қазақ ауырмайды. Қазақ ауырмау керек. Міне ата жолдықтағылар ауырмайды. Құдай өзі беріп қойды, денсаулықта, шипасында бәрін. Бұлар жап-жақсы күліп ойнап әдемі жүр. Кешегі ана вирустен аман есен бәріміз өттік. Ешкім ауырған жоқ, басқа болған жоқ. Жеңіл-желпі өттік. Біз Құдай деп жүрген адамдармыз. Құдайға жақындау керек, Құдаймен саудаласу керек. Бұның бәрі жоқ қой, әйтеуір. Ұрып ақшасы бар, ұрлық ақша, соны барып келе беру керек. Ол болмайды ол. Дұрыс, қаншама ақша шығын шығар. Әрбір нәрсенің өзінің жол жобасы бар. Сол жол жобасымен істесе, ешкім жаңылыспайды. Дұрыс айтасыз аға. Енді осы Марон тәтеміз де қосыламыз деп жатыр, қазір ағамен бірге сөйлеймін деп жатыр. Оны енді қазір қосайық, жалғастырамыз сұхбатымызды. Арамызға Марон тәте қосылды. Марон тәте, қайырлы күн болсын.
Осы қазір осындай тақырып қозғайын деп тұрмын. Өрлеу кітабынан, ата жолдықтан 45-ші сөзде сөз мінезі елдің киесі. Қара жер тартар тәнінде, бұйрығы келсе өлімге, ақыретке дайындық кеш болар жатып көрінде. Әзірлігін болсын тірінде, өтпесін бос күнінде. Осы аға айтарыңыз бар ма? Сөз деген, сөздің киесі деген, сөз деген, Алла деген, бұның бәрі үлкен нәрсе. Ертеңгі күнге біз әрекет қылып дайындық жасауымыз керек. Ертең барлығымыздың баратын жеріміз со жақ Алланың алды. Соған әдемі болып, жақсы сөзбен, жақсы жерге, ояқтан да жақсы жер алатындай жағдай болып, жақсы сөйлеп әдемі барса қандай әдемі. Ал енді мұны болып жатыр ғой, неше түрлі көрді қабылдамайтын жағдайлар болып қалады. Құдай сондайлардан сақтасын. Әркімге жақсы өлім берсін. Өлімнің 3 түрі бар дейді. Жақсы өлім, орта өлім, нашар өлім. Соның Алла ең жақсысын нәсіп етсін. Әркімге, әрбір мұсылмандарға сол үшін әрекет қылу керек. Осы бастан, осы дүниеде біз сол Аллаға құлшылық қылып, ар жаққа баруға дайындалып, барлық істейтін амалдарымызды осы жақта істеп, бұяқа біз дайын әдемі болып барсақ, сонда біз қиналмаймыз. Егер жалаң аяқ, жалаң бас жүрсек, оны Алла өзі біледі қалай жазалауын, оны біз шылай айта бермейміз. Жалпы Алланы тану, Алланы білу, Аллаға құлшылық қылу, бұл біздің бірінші мәселеміз. Сол үшін құлшылығымыз көп болсын, қарап жүрмейік. Алладан ақырымызды сұрайық, арғы дүниемізді сұрайық. Бұл дүниедегі жиған тергенің бәрі боқ дүние, оның бәрі қалады. Бізге ар жаққа баратын амалдар істеу керек, өзімізбен бірге еріп. Сояқта біз қиналмауымыз керек. Жоғарғы дәрежелі болуымыз керек. Біз соған әрекет қылуымыз керек. Әрбір момын мұсылман қазақтар, мен осы қазақтарға көп айтатыным сол, әрекет қылыңыздар. Соған жаңылсып қалмаңыздар, жаман жолға түсіп кетпеңіздер. Тура жолмен, тура сөзбен әдемелеп әрекет қылып барсаңыздар, әдемі болады. Дұрыс айтасыз. Енді осы жайлы сіз не айтар едіңіз? Қаншалық халық бізде осыған дайындалып? Негізі ақыретке дайындалу ғой. Сіз қалай ойлайсыз өзіңізді? Сөздің мәні елдің киесі ме? Басында сөз мінезі елдің киесі. Сөз мінезі елдің киесі. Өте керемет айтылған. Бұл енді зікір өлеңнен, тылсымнан келген, үні бар, Құранға жалғанған, Абайша Кәрімге жалғанған өлең. Қазіргі мынау енді кезінде заман өзгеріп отырады ғой. Заман деген адамдар енді келеді, кетеді. 50 жылда ел жаңарады, 100 жылда қазан жаңарады дейді. Соның өзі былай қарасақ, енді біз жасымыз келіп қалды. Бізге бір ойланатын уақыт келді. Соны көбінесе үлкендер әлі де мынау әсерлі жүреді. Бүгін мынау той жасаймын, бүгін анаған барам, бүгін киноға барам. Тағы да бір әйтеуір ойын сауықпен әсерленіп көтеріліп жүреді. Сол ойлайды, мен бақыттымын деп. Бірақ та өзі жеке қалғанда ол міндетті түрде ол бақытсыз. Уайым оны басады. Ол неге қашады үйден? Жаңағыдай басқа неге барғысы келеді? Адамдар қазір әруақтары мазалап жатқаннан кейін олар өздерін сөйтіп алдап жүрген жайы бар үлкендердің. Енді мен отырыста отырғанда, жан-жаққа қарап отырамда, не айтайын бүгін, қандай тақырып бір қозғайын деп. Сосын өздерінің әңгімелеріне қарай, өзіме бір сол тақырыпқа кішкене болсын салып кетемді. Сосын кимешек жүрген жерімде сыйлаған жерлерім болды. Сол екі апаймен кездестім кеше. Кимешектеріңіз қайда дедім. Сосын ой тиіп барып еді, бәрі шулап қалды дейді. Сосын мен айтамын, сіздер адамдардан емес, Алладан ұялыңыздар. Сіздердің жастарыңыз келді. Енді айтып жатырмын да, жаңа өзімнің әулетті жерде айтып жатырмын. Сонда отырған жанымдағы бір апай айтады, иә жақсы, маған ұнайды осындай бір уағыздар айтқан. Қазір қайда барсаңдар, адамдарда әңгіме жоқ. Әңгіме әйтеуір өздерінің бір нәрсесін жеке-жеке екі-үш кісі не болмаса шулап кетеді де, әркім өзінің несін айта бастайды. Бұның бәрі мынау. Біз азып кеттік. Жастайынан енді біз Совет одағындағы өскен
үлкендерміз ғой, 70-ке келдік, 80-ге жақындадық, астық. Енді біз тұрмыз қазір. Біздің алдымызда тым болмаса кішкене болсын үлкен әжелерді көрген, тәрбие көрген, ұят болады, обал болады, жаман болады деп өскен жастар болды. Солар, қариялар енді әйтеуір кішкене жоғалтса да өздерінің үлкендіктерін жалғастырып келе жатқандар да бар. Ол біз мысалы қазір ғаламтордан байқаймыз ғой, теледидардан байқаймыз, мына кісінің сөзі дұрыс деген сияқты. Енді бұл жерде біз осы ата жолдықтар деп айтамыз ғой, аталы жол, ата жолдықтар. Немен ерекшеленеміз халықтан? Бізді халықтың арасында жүргенде бізді байқайды. Біздің жаңа түрімізді байқайды, жүрісімізді байқайды. Енді сөзге сын келді. Біздің сөзіміз ең бірінші сөйлеу мәнеріміз, мәдениетіміз қазір халықтың алдында бірінші сатыда тұр деп ойлаймын. Енді киімді меңгердік, әйтеуір жүрісті меңгердік деп ойлаймын. Енді онда аға да айтатын басында, жүрістің өзі жаңағыдай қаз жүрген сияқты жүру керек деп. Әдемі. Әжелерім сол өзенде жүзіп бара жатқан, қалқып бара жатқан қаз сияқты. Енді соған да мән бере бастады. Ең қиыны сөз екен. Сол сөзді қазір қалай меңгеріп жүрміз? Өзімізді бақылау арқылы. Сосын Абай Шәкәрімді оқу арқылы, Құран кәрімді оқимыз, осы өрлеуді оқимыз. Әрине, біз пенде болғасын уақытымыз жетпей жатады. Ол бәрі сылтау. Сосын осылай сөйлеу арқылы. Сөйлей шешен боласын, көре көсем боласын дейді. Енді осы жерде отырған ақсақалмен мен осы қосылдым ғой үлкендерге. Үлкен халық қазір бізге қарап отыр. Сондықтан айтарымыз көп бізде, басымыздан өтіп өтқандар бар. Біздің ең қиыны, ең жау алыстан келмейді дейді ғой, шаңырақта. Сол шаңырақты 5 жыл болды, маған 6 жыл болды, осы ақпан айында. Басында 2 жылдай шайқас болды деуге болады. Жыладық та, күрсіндік та, не болып бара жатыр деген сияқты. Бірақ та ең басы, өзім басым осы қазір уақытта ойланып отырғаным, берілмеу керек екен. Қарсылықпен біз әр уақытта не нәрсе болсын жеңеміз. Ата жолында да оңай келіп жатқан жоқ. Әрқайсысы айтып жатады ғой. Жайнақта болсын, Айсу сен жайнақтан келдің. Осы жерде жүргендер болсын. Енді сондай қиын деп айтуға болмайды. Біз бақыттымыз. Оны біз жай айтып жатырмыз да, өзіміздің анау пендешілігімізбен. Жалпы бұл деген бізге Алла берген бір сәт. Осы сәтті пайдаланып қалу бізді қазір осындай неге әкеліп отыр. Пайдалану еркін беріп отыр. Соны біз қалай пайдаланып қаламыз? Енді еркін жүрміз ғой, ертең әлі күн жетеді, ертең істейміз деп. Соның әр күнін бағалап, біз осы ата жолдықтар осыны меңгеру керекпіз. Енді ақындап меңгеріп жатырмыз. Ең басы сөз өнері, қол өнер, сөз өнері мен қол өнері, қимыл, мәдениет, соның бәрін қазір енді қолға алу керек, алдық деп ойлаймын. Өте жақсы, рахмет. Бүгін сіз неде, намазда бірге оқығанда, намазда сізге сөздер келді, иә? Бірінші есімде қарсылық дейтін болды да, сіз қазір жаңа қарсылық туралы әңгіме қозғадыңыз ғой, сонда менің ойым, қарсылық бізге ең басы осы жолға тұрған кезде қарсылық қатты керек болды бізге деп ойлаймын. Қарсылық болмаған кезде осы алып шығуға өте қиын болатын. Сол қарсылық бізді оған жүгініп кетіп кеткен жоқпыз ба деп ойлаймын да кейде. Осы қарсылыққа жүгініп, қарсылық арқылы сөйтіп өзімізді тәрбие көп нетпей, мән бермей, мәдениет деп айтып жатыр қазір. Иә, өз-өзімізді жоғалтып, мәдениет. Мысалы сол туралы аға, сіз не ойлайсыз? Қазір қаншалық біздер мәдениетке келіп жатырмыз? Қарсылық жарайды, бізде болды. Ол керек. Үйдегілер бәрі қарсы болды. Қайдағы, ол секті, ол мысалы маған бетіп айтады, бәрінді сөйтіп дуалап ұстады, осы кісі дегендей, сіз оны тек фанат болып жүрсіңдер дегендей сондай әңгімелер болды. Айта беріңдер деп сөйтіп, ол қарсылық керек болды деп ойлаймын. Бірақ соншалық қазіргі сол қарсылық керек па соншалық? Міне қазір қорықпаймыз, киімден де қорықпаймыз. Тамақты жемеймін деп отырамыз да сөйтіп. Бірақ мәдениет бізде жетіп жатыр ма сол жағынан? Аға, сіз қалай ойлайсыз? Біз мәдениетті меңгеріп жатырмыз ба, әлде ақсап жатырмыз ба?
әдемі келе жатырмыз. Ол ақсапта жатқан жоқпыз. Енді жетіспеушілік болса да бар шығар азын-аулақ, бірақ бәрі жақсы. Біздің отбасымызда да, бала шағамызда да, басқаларда, ағайын туғандарымызда да алғашқы кезде үлкен қарсылық болды. Сіздер барып сектаға кіріп кеттіңіз, сіз осынша жасқа келді, неғып адасып кеттіңіз, осындай әңгімелер болды. Мен дедім, сенің ақылың менің ақылымнан үлкендеу болса, сен маған ақыл айт. Ақылың кемдеу болса, сен тыныш өзің кем болып жүре бергін дедім. Сонымен бәрі үндемей қалады енді. Мен үлкенімен ғой, үлкеніге болғаннан кейін ешқайсысы қарсы келмейді. Сен өз жолдарыңмен жүре бер. Ертелі кеш әйтеуір бір күні Алла нәсіп етсе түсінесің, сол кезде айтасың, оған шейін айтпа. Бұл теманы қозғама деп қойып қойған бәрді. Ешқайсысы ол қозғамайды да, айтпайды да, не айтам, соны орындайды. Болды, басқа ештеңе жоқ. Орында дегенде мына ата жолдың тірліктерін орындамайды, мына жұмысты да былай. Сондай. Бұның келешегі енді жақындап қалдық қой. Бір жыл ары кетсе бәрі түсінеді. Бәрі түсінгеннен кейін сонда барып ойлайды, біз тура айтпаған екенбіз, тура жүрмеген екенбіз, біз бұның бәрін қисық істеп жүрген екенбіз дегеннің бәрі ертең шығады алдымыздан. Қазір айтып тұрсың, қазір сондай уақыт, қазір толқып тұр адам. Жастар да толқып тұр, үлкендер де толқып тұр. Ол жастарға айта берейін десең, үлкендерің де мәз емес, шалбарын киіп алып, тылтиып алып шауып жүрген кемпірлер, 70-те кемпірлер шалбар киіп алып шауып жүрсе, жалаң аяқ, жалаң бас, шашты кесіп тастап, тырнақты өсіріп бояп, олардан не үміт, не қайыр. Олар кімге тәрбие бере алады? Өзінің немересіне, шөбересіне тәрбие бере алмай, бере алмайды. Анадан қолынан адам қайтып тамақ ішеді, онда оны әже деп айтуға адам намыстанады. Ол әжелік дәрежеден кетіп қалған адам. Адамды қатардан шығып кеткен адам. Оны ешқандай қазақшылық жолға саламын, қазақ мынау деп айтуға адам намыстанады. Ол қазақ емес ол. Қазақтықтың бәрін сатып кеткен ол. Сатқын деуге болады ондайларды. Неге болмаса өзінің дәстүрін, өзінің жүріс-тұрысын, өзінің қазақшылығын басқа нәрсеге айырбастай жіберді. Басқа біреудің, Европаның модасын айырбастай жіберді. Оны кәйтіп әже деп айтамыз біз. Кәйтіп оны үлкенше әдемі осылардан бір тәрбие аламыз деп біздің жастар айта алады. Айта алмайды. Ол қазақ емес, ол қазақтың сатқындары деп айтар еді мен болсам оны. Осы менің айтарым. Бұл жерде қарсылық деген біздің немізге кері әсер етеме деген сөз. Мен енді қарсылықты былай түсінемін де, мен өзімнің ішімдегі қарсылықты жеңу. Мысалы, шаңырақта бір нәрсе айтылып жатса, мен соны өзімді ұстап қалу, үндемей қалу арасында, сосын кейін айту. Осыны өзімді тәрбиеледім. Шынында мен өзім бір әсесем, бәрі соны істеу керек деген сондай бір адаммын да. Қолөнер болсын, қандай да болсын, Фарида маған жиі айтатын да, маған айтпаңызшы деп. Сондай соларға да жақсы болса екен деген оймен сондай бір асығыста. Енді оның бәрін қазір сабырлыққа келдім деп ойлаймын. Жалпы мына өзіммен арпалыс. Кезінде айтқан ғой, Ибраим пайғамбарға әкесі қарсы болған ғой. Сен оны Алла тағаладан осы үшін кешірім сұрадым деген бір несі бар ғой аятта. Онда сен оған сұрай алмайсың деген. Сондықтан біз тек қана Алладан сұраймыз, қарсылыққа оларды келтірмеуге тырысамыз. Ал өзіміздің қарсылығымыз енді олар солай жүр, неге деген сияқты сол сабырлықпен әйтеуір күндегі өмірімізде түсіндіріп айту. Не болмаса бір тиктоктан бірне көрсем, міне мына ата жолы осыны айтып жатыр, осындай деген сияқты. Киім туралы қазір көп қозғай бастады. Біздің ең басты киім ғой. Сондықтан мына жерде мәдениет дегенде біз өзара қазір көп өзгердік, биылдай. Енді қазір бізге айтып отыр ғой, сендер өздеріңді міндеп атсыңдар, енді ана құралайды қуып жердіңдер ме деген сияқты шықты ғой тиктокта, біздің ютубта. Енді біз ол мәселені қозғаймыз деп ойлаған жоқпыз, бірақ та Сәуле апай қозғасын, ол кезде айтылды. Ол қызымыз енді жас, бұл жерде үлкендер отырды, сөз болды кішкене, қарсылық болды, кейін кешірім сұрады, бірақ та сөзінде де бір не болды. Соны байқап, сондай уақытша біз мынау неден WhatsApp'та өзім отырамыз ғой, топтан шығарамыз. Ол уақытша.
сол кезде адамның өзі бойындағы бір өзінің өзімен арпалысады да, сосын бір мына жерде дұрыс екен, мен қателестім деген сияқты өзіне өзі есеп береді. Сондықтан ата жолы бір-бірін жек көрмейді. Біз Алладан қорқамыз, әруақтан қорқамыз. Егер біз біреуге жамандық істесек, қасақана, ол міндетті түрде өзімізге сынақ болып келеді. Оны біз енді бұрында білген шығармыз енді. Сондықтан енді жалпы халық сыншы, халық көріп отыр, кемшілігімізді айтып отыр, ол да дұрыс. Сөзімізден де көп қателік, түсінбей жатқан бар. Иіс туралы мен бір тиктокқа салып қойғам, сұлтанды. Енді халық дайын емес ондайды әлі естуге. Бірақ та құлақ дайындала берсін деп мен жаңағыдай салып қойдым. Біреу жақсы деп жатыр, кіріп жазылып жатыр. Жалпы өзіммен маған не керек, мен соны халыққа беруге тырысып жатырмын да өзім. Мысалы, қол өнердің бір пайдасы, мен бір істегім келмейді ғой, мен сол қарсылықпен соны жеңуге тырысамын. Менің қарсылығым сол. Біреуге қарсылықпен ұрсып жаңағыдай жоқ. Бірақ та жаным ашпайды. Өзіңізге айтуға тырысамын. Иә, қарсылықпен мен сол бір тігуді үйрендім, қарсылықпен мен сол бір шапанды үйрендім деген сияқты сондай бір нәрсеге мен сол өзімнің не қарсылықпен жеңуге тырысамын. Жалпы ел қазір ойланып жүр, толғанып жүр. Өйткені барар жер жоқ, кірер есік бар, шығар есік жоқ. Бәріміз де ертең ана дүниелік боламыз. Бірде бір неде зікірдемі маңдай көзден келді ғой. Жер қабылдамай жатыр өлген кісіні. Сонда Қоныспай атаға сондай қасиет беріп тұр да, ол кісі барып дұға жаназа шығару. Жаназа шығарса, сол кісіні жер қабылдайды екен. Тәуба. Енді біз мына дүниеде бұрында әжеміз айтатын да, мен құс болып қайтып келемін. ән